әдебиеттік оқу пәнінен тақырыбымызды бастаймыз. Ендеше бүгін біздің тақырыбымыз сөп сүйкімді лағым. Ендеше мына жаңылтпашты жаңылмай айтуға дағдыланайық. Менімен бірге қайталаймыз. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Еліктер керіктерге еліктеді ме, керіктер еліктерге еліктемес. Тағы бір рет қайталаймыз. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Еліктер керіктерге еліктеді ме, керіктер еліктерге еліктемес. Ендеше біз бүгінгі бастайық. Еліктің лағы мәтінді түсініп оқы. Аспан шайдай ашық. Таңғы таза ауа дене тоңазытады. Жалғыз аяқ жолмен қолына таяқ ұстаған, иығына мылтық, дүрбі асынған, беліне торсық байлаған бір адам келеді. Ол Түймебай деген аңшы. Аңшы таяғына сүйеніп, биікке өрмелей бастады. Беліндегі торсығын шешіп, сая жерге жасырды. Сол таяғын тасқа сүйей салып, қолына қос ауыз мылтығын алды. Қарсы алдынан бір нәрсе қараңдағандай болды. Ол демін ішіне тартып, мылтығын алға кезенген бойда бір орнында тұра қалды. Әлден соң таста отырған қара қарғаны көрді. Қап, мына қырсық атқыр бүлдірмесе егі еді дегенше болған жоқ. Жаңағы қарға сақ болыңдар аңдар деп ескерту жасағандай төбесінен бар даусымен қарқылдай ұшып өтті. Түймебайдың ызаланғаны соншалық оны атып салғысы да келді. Бірақ ашуын ақылға жеңдіре білді. Ол қайтадан алға жылжи бастады. Кенет биік шоқы түбінен бір елікті көріп қалды. Қуанғаннан екі көзі оттай жайнап кетті. Дереу мылтығының құлағын қайырды. Енді ол тіпті жақын келді. Елік қаннен қаперсіз жалпақ ақ тасты жалап тұр. Нысанаға ала бастады. Әне, елік қарауылға да ілінді. Сол сәт шоқы тастың арғы жағынан селтең етіп, кішкене сұр лақ көрінді. Ол келе енесінің емшегіне жармасты. Түймебайдың қолындағы мылтық сылқ етіп жерге түсіп кетті. Авторы Мамытбек Қалдыбаев. Яғни балалар, ендеше мына тапсырманы орындаймыз. Аңшыны сипатта, беліне торсық байлаған, оның ішетін сусыны бар. Және аңшыдан біз тағы нені байқап тұрмыз? Және аңшыға өз көз қарасымызды білдірейік балалар.